Баршаңызға сәлем. Бұл бізде ұлттық дәм, яғни тарыдан жасалған сметаник. Дәмі деген керемет, ерекше, нәзік болып шығады. Сондықтан да видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Жасалу жолы өте оңай, бір жасағаннан шығатын тәтті. Чизкейк емес, сметаник. Жасалу жолы: бізге керек заттар: қаймақ, ұн, жұмыртқа, құмшекер, тары. Аталған заттардың барлығын қазір біртіндеп жасайтын боламыз. Алдымен тарыны осылай жақсылап жуамыз да үстіне қайнап тұрған ыстық суды құйып, бұқтырып қоямыз. Тарымыз дайын болғанша қамырын даярлаймыз. Қамырына 1 дана жұмыртқа, 150 грамм май, жарты шай қасық қопсытқыш, 100 грамм шекер салып жақсылап араластырамыз. Араласқан массаның үстіне керегінше ұн салып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тоңазытқышта тұрған кезде салмасын даярлаймыз. Салмасына бізге қаймақ 200 грамм, 1 дана жұмыртқа, 100 грамм шекер және бұқтырылған тары бізде 100 грамм. Аталған заттың барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқан массаны бір шетке қойып қоямыз да тоңазытқыштан қамырымызды алып, оқтаумен немесе қолмен жайып шығамыз. Мен оқтаумен бірден жайып шықтым. Жайылған қамырды алып, дайын табаны үстіне саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай тапанын үстіне салып, жан-жағын қолмен жабыстырып шығамыз. Ал осы қамырды дайындап салып жатқанда пешімізді қыздырып қоямыз, яғни қызып тұрған пешке салуым қажет. Дайын болған қамырдың үстінен вилкамен түртіп, яғни нұқып шығамыз. Осылай тесіп, сосын үстіне дайын салмамызды құямыз. Одан кейін кішкене сілкіп аламыз да, жан-жағын бәрін біркелкі қылып қолмен түсіріп басып шығамыз. Қызып тұрған пеште, яғни 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Пісіріп болғаннан кейін кемінде 2-3 сағат суытып, сосын барып кескен абзалырақ. Осымен біздің тары қосылған ұлттық дәмнен жасалған сметанигіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Ас болсын!